Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге базар мантысын жасайтын боламыз. Бұл мантының ерекшелігі өте дәмді және де аз уақыт ішінде жасалады. Видеоны соңына дейін қарап жасап көріңіздер. Бізге қажетті бірінші су және де тұз, кішкене ғана сұйық майды салып, үстінен ұнымызды салып қамыр илейміз. Толық құрамын төменге описанияға жазып қалдырып кеттім. Сол жақтан қарап өлшеп жасасаңыздар болады. Қамыр тура мантының қамыр сияқты болады. Қамырды біркелкі болғанша илеп, 5 минутқа тұндырып қойып, та 5 минуттан кейін тағы да илеп аласыздар. Сонда қамырымыз біркелкі әдемі болып шығады. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Бізге салмасына тартылған ет, үкіштен өткізілген картоп және де ұсақтап туралған пияз. Оның үстінен дәміне қарай тұз және де қара бұрыш салдым. Өзіңіз ұнататын специяттарды қосуға болады. Барлығын салып, осылай біркелкі болғанша жақсылап араластырып, салмасын дайындап қоямыз. Достар, менің видеомды жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Сонда менің видеоларым сіздерге алғашқылардың бірі болып көрінетін болады. Егер сіздерден көп қолдау болатын болса, сіздер үшін көптеген әдемі рецепттерді шығаратын боламын. Енді біраз уақыт тұрған қамырымызды жаюға кірісеміз. Ұн сеуіп, қамырды жаямыз. Мен қамырды оқтаудың екі шетінен ұстап тұрып жаямын. Ең бірінші шетін жақсылап басып аласыздар. Сосын оқтаудың екі шетімен күш салып жайсаңыздар, қамырларыңыз біркелкі және де әдемі болып шығады. Яғни қамырларыңыздың шеті қалың, ортасы жұқа болып қалмайды. Сол себепті оқтаудың екі шетінен ұстап тұрып жайсаңыздар, әдемі болып шығады. Осы қамырды жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Өте жұқа болу керек. Тура мантының қамыры сияқты. Осы қамырды ұзынша етіп кесіп аласыздар. Осы қамырды ұзынша етіп кесіп болған соң, бірінің үстіне бірін қойған кезде қамырды кішкене сопақтау етіп кесесіздер. Сонда кішкене базар мантысының қамыры солай ұзындау болып шығады міне. Осылай бәрін бірінің үстіне бірін қойғаннан кейін, осылай ұзындығы жағынан кішкене үлкендеу болып кесесіздер. Мантыдан қарағанда кішкене ұзын болады. Міне, осылай барлығын кесіп алып, барлығын жайып шығамыз. Қамырымыз өте әдемі болып шығады. Жұқа болу керек ең бастысы. Енді салмасын саламыз. Салмасына да көп кетпейді. Және де түйуге де көп уақытыңыз кетпейді. Қазір сіздерге түйу жолын көрсетемін. Түйу жолы өте оңай. Асыққан кезде осылай жасай салғанға тіптен керемет екен. Осылай қамырды үстін жауып, басып шыға саласыздар. Міне. Мен жарты сағаттың ішінде жайып, түйіп тастадым. Өте керемет болып шығады, достар. Енді мантаварканың листін майлап, дәл видеодағыдай үстіне кішкене жақындау етіп қоясыздар. Және де барлығын қойып болған соң үстін тағы да майлап жібересіздер. Сонда керемет болып шығады. Кәдімгі манты пісірген сияқты мантыны қойып 45 минутта пісіріп аласыздар. Піскен соң енді піскенге дейін біз соусын дайындаймыз. Өзінің ерекше соусы бар. Бізге су қажет болады. Суға 1 шай қасық ұн және де 2 шай қасық томат пастасын салып, венчикпен біркелкі болғанша жақсылап араластырып қоямыз. Және табамызға кішкене сұйық май құйып, 2 дана пиязды өте жіңішке етіп турап, осы пиязды әдемілеп қуырып аламыз. Кішкене қорастыр, көп қуырмайсыздар. Қуырып болған соң дәміне қарай өзіңізге ұнайтын жаңағы дәмдеуіштерді салсаңыздар болады. Мен орегано салдым және де дәміне қарай тұз салдым. Жаңа дайындап қойған суды үстінен құямыз. Қалауыңыз бойынша сарымсақ қоссаңыздар болады. Мен 1 шеше сарымсақты үкіштен өткізіп салдым. Міне ұн қосылған соң көпте қайнамайды. 2-3 минут қайнаған кезде осылай қою әдемі соус пайда болады. Өте тез дайын болады. Енді пісіп шыққан мантыларды осылай ыдысымызға саламыз. Өйткені қазір үстінен соус құямыз. Барлық мантыға сіңу керек. Өздеріңіз былай құйсаңыздар да болады, бірақ базар мантысының ерекшелігі осылай соусын құйып, бетін 10-15 минутқа жауып қояды. Міне қараңыздар, өте дәмді болып шығады. Сіздер жасап көріңіздерші, көп те уақытыңыз кетпейді. Достар, сіздерге егер дәл осы видео пайдалы болса, лайк басып төменге өз пікірлеріңіз қалдырып кетіңіздер. Алдағы уақытта міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға үлкен рахмет.